Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының 6-шы бөліміне де келіп жеттік. Бұл бөлімінде Эврен мен Тимур екеуі бақталасып бастады. Және дәл осы сәтте ассистенттер де ол екеуінің жұмыста және қабілеттеріне қарай екеуін бөлініп бөлінді. Мысалы, 2-3 ассистент осы Эврен дәрігердің жұмысына риза болып жатса, екінші Тимур дәрігердің қабілетіне риза болып сол жаққа қарай бағытталды. Сол кезде Серен алдыңғы серияда Серен Бахарға айтады, укол сал деп, және дәрі дайында дейді. Бірақ ол Бахар 100-дік мысалы дәріні 200 отпас дайындап қояды. Сол кезде осы Серен неге олай жасадың деп Бахарға қатты айғайлайды, дәріні дұрыс емес есептедің деп. Содан кейін Тимур Бахарды әдейі жібереді Жиханға жұмыстан шығару үшін. Жихан деген кешегі серияда келді. Осы больницаға үлкен ақша аударған, ірі көлемде ақша аударған, инвестиция салып даму үшін үлес қосып жүрген бай адамдардың бірі. Осы больницаға қаралуға келеді. Тимур мен Эврен осы Жиханға қарайды. Тимур әдейі осы кісіге мінезі шатақ болғасын Бахарды жібереді. Бахарды жіберіп, оны дұрыс емес балағаттап жатса, енді жұмыстан шығарып жіберсін деген мақсатта жібереді ғой. Одан кейін жиналыс болады. Тимур мен Эврен екеуінің ассистенттері барлығы бөледі. Бастықтар шақырып алғаннан кейін айтады, бізде 2 хирург кісі бар, Эврен дәрігермен және осы Тимур дәрігер. Тимур дәрігеріміз осы дәстүрлі операция жасаса, ал Эврен дәрігер ол шетелден білім алып келген және лазерлі операция жасайды. Және осы жерге бастықтар айтады, осы жерде ассистенттер, сендер де болашақ дәрігерсіңдер. Егер де осы 2 дәрігердің қайсысының мамандығы ұнаса, сол жаққа қарай барып осы кісілердің жасап жатқан еңбектерін көріп, сендер де үйренерсіңдер, және осы екеуін таңдаңдар дейді. Сол кезде осы Тимурдың ұлы да Эврен дәрігерді таңдайды. Одан кейін алдыңғы серияда Парла мен анасы Ренген екеуі сөйлеседі. Сөйлескен кезде айтады, бір-бірімен кешкі асты бірге жеп, бірге көңіл көтерейік деп келіседі. Бірақ Парла Ренген кафеге барып күтіп отырады Парланы, бірақ ол Парла келмейді. Қайта звондайды, бірақ ол телефон өшіріп тастаған. Одан кейін қызын іздеп қатты жылайды, іздейді. Сол кезде кімге? Тимурға звондап, осындай Парла жоғалып кетті, маған көмектесші, үйге келші деп шақырады. Сол кезде Тимур үйіне барады. Тимур осы Ренгеннің үйіне барады. Дәл сол кезде осы Бахарда өзінің үйіне барып есікті ашайын деп жатқан. Сол кезде кімге звондайды? Тимур күйеуіне, сен қайдасың, сен жұмыстан ерте кетіп қалдың ғой дейді. Сол кезде Тимур айтады, не болды, не шаруаң бар, бір жұмыстармен шығып кеттім дейді. Сол кезде есікті ашқан кезде есікті Парла ашады. Парла айтады, мен кімнің Ұмайдың жағдайын білу үшін келіп едім деп айтады. Сол кезде Бахарда күйеуіне айтады, Тимурмен телефонмен сөйлесіп тұрған, соны үйге Ұмайдың досы Парла келіпті деп телефонды қойып қояды. Сол кезде Тимур өзінің анасына звондайды. Өзінің кімге айтады? Ренгенге айтады, қызың Парла біздің үйде екен дейді. Содан кейін Бахар жаңағы Парламен танысады және Парлаға кешкі асқа қал, барлығымыз бірге ас ішейік дейді. Парла айтады, иә дейді. Барлығы бірге кешкі ас дайындайды, сорпа жасайды, барлығы дастарханның басында отырады. Сол кезде Ренгенге жазып жібереді қызы Парла. Мен кешкі асқа келмеймін, мені іздеме, мен Ұмайдың үйіндемін, отбасылық жылулықты сезіп жатырмын, отбасылық жылулықты көремін деп жазып жібереді. Парла Ұмайдың отбасымен кешкі ас ішеді. Одан кейін ішіп жатқан кезде столға әкесі келеді. Әкесі келіп, ол да кешкі асты бәрі бірге ішеді, көңілді отбасы болып отырады. Сол кезде қалай танысқандар туралы сөз қозғайды. Парламен әкесі айтады, сендер сурет бөлімінде суретін салып жүріп таныстыңдар, иә дейді. Сол кезде Ұмай иә дейді. Сол кезде айтады, енді сен сурет бөліміне барма, сен сурет салушы болма. Мен сенің суреттеріңді көрдім, дым да әдемі емес. Адам деген өзінің қолынан келетін қабілеті бар мамандықты таңдау керек қой. Сен ол сурет салу сенің қолыңнан келмейді деп Ұмайға қатты айтады әкесі. Ұмай қатты жылағысы келіп бөлмесіне қарай кетіп қалады. Ал Бахар болса қыздың өкпелегеніне ренжіп Тимурға айтып тастайды, ұнатпай істеген жұмыстан ұнатып істеген жұмыс жақсы, ол жұмысты жақсы көрсең сен үлкен дәрежеге жетесің деген сияқты біраз нәрсе айтып тастайды. Одан кейін ол да қызының артынан барады. Одан кейін Тимур Парланы үйіне алып келеді. Сол кезде айтады Парлаға, сен неге бұлай жасап жүрсің дейді. Тимур
Парлаға айтады. Парла сол кезде айтады: мен сенің шынайы бейнеңді білемін, мен сен менің анамды шынымен де жақсы көрмейтініңді білемін, сен екі жүздісің деп кәдімгі қаттырақ айтады. Бірақ сол кезде Тимур айтады: мен сенің анаңды шынымен де жақсы көремін деп. Сол кезде Парла айтады: мен сенің бала шағаң бар, сенің өзіңнің отбасың бар, сен олай біздің отбасымызға килікпе деп айғайлап есікті жауып кетіп қалады. Одан кейін Парла үйіне келеді, анасы рентген оны күтіп отырады. Анасына айғайлайды: сен маған отбасы қарызсың, олар сондай бақытты отбасы, барлығы бірге тамақ ішеді, анасы, әкесі, ағасы, әжесі барлығы бір столдың басында ыстық тамақ ішеді, барлығы бірге әңгіме айтады, және әкесі болып қызына ұрсады. Мен ондай жылылықта көрген жоқпын, мен сондай отбасы маған ұнайды, сондай отбасы маған қарсысың, маған сондай отбасы берген жоқсың деп бөлмесіне қарай жүгіріп кетіп қалады. Сол кезде рентген қатты жүрегіне ауыр тиіп жылай бастайды. Келесі күні сол түні Бахар Тимурдың киімдерін жинап жатып, бриллиант алқаның, қолға тағатын алқаның несін көріп қалады, шотын. Сол кезде көріп қалып, чегін көріп қалады да, мынау кімге екен деп интернеттен іздеп, қандай бриллиант екенін көреді. Тимурдың жұмыс бөлмесіне барып, Тимурды күтіп отырады. Сосын Тимур келеді де Тимурға айтады: сен бұны кімге алдың дейді. Сол кезде Тимур айтады: мен саған алдым дейді. Сен өзіңді де мені де ақымақ қылма, 20 жыл болды біздің отасқанымызға, 20 жылдың ішінде маған ешқашан сыйлық жасаған емессің дейді. Сол кезде Тимур айтады: мен саған бауыр бере алмағаным үшін өзімді кінәлі сезініп жүрмін, сен қазір қатты өзгеріп жүрсің, мүмкін өмірімізді қайтадан бастармыз деген сияқты әңгімелер айта бастайды. Бірақ оған Бахар сенбейді, кетіп қалады. Одан кейін Парланың отбасына көшейік. Парла ұйқысынан оянса, анасы таңғы ас дайындап қойыпты. Парла таңғалып: ана, сен ешқашан таңғы ас жасамаушы едің ғой, не үшін жасадың дейді. Мен саған бола жасадым, кел екеуміз таңғы ас ішейік дейді. Сол кезде анасы Парлаға: саған арнайы сыйлығым бар деп сыйлық береді. Сол кезде бір қағазды Парла оқып қараса, Англияға билет екен, жазда Англияға барып 1 айлық сурет бөліміне, сурет салатын жерге сол жаққа жіберген екен. Сол кезде айтады: бұны саған Тимур ағаң берді дейді. Сол кезде Парла оның алдында қуанып тұрған. Сол кезде айтады: ойбай, бұны да менің үндемеуім үшін сатып алды ма деп сөйтіп прикол ұстайды шамалы. Сол кезде жаңағы рентген айтады: жоқ, ол сені шынымен де жақсы көреді деп айтады. Екеумізді де қатты жақсы көреді, ол тырысып жүр барынша дейді. Сол кезде тағы да айтады Парла: ол сені жақсы көрмейді, жақсы көрсе баяғыда саған келер еді. Осы кімнің, Тимур ағаның, оның өзінің бақытты отбасы бар, ол сені қайтсын деп қатты айтып тастайды. Одан кейін Тимур бөлмесінде отырады, жұмыс барысы. Сол кезде Бахар келіп Тимурдың бөлмесіне кіреді. Бөлмесіне кіріп Тимурға айта бастайды: кеше түнде екеуміз біраз сөйлестік, мен қатты айттым, ренжіме, бірақ менен деп сөйтіп жаймен деп айтып келе жатқан кезде есікті бір кісі қағып айтады: ренжімеңіз, сіздің тапсырысыңыз келді, кешіктіргеніміз үшін кешіріңіз дейді. Сол кезде Бахар қатты қуанып кетеді де көзі жайнап кетеді. Сол кезде Тимур: көрдің бе, міне саған арнап алдым, ол уақытын кешіктіріп жатыр дейді. Сол кезде алқаны қолына тағып береді. Бахар қатты қуанып Тимурды құшақтай жөнеледі, құшақтап балаша мәз болады. Одан кейін Тимур өзі де түсінбейді, бір басқаша сезім болған сияқты болып жүреді. Одан кейін Жихан мырзаны неғылады, дәрігерлер көреді, қан алып, анализ тапсырып, соның результатын күтіп, бағанағы Жихан деген кісіге, ана бай кісі бар емес пе, сол кісіге айтады: яғни сіз рак ауруымен, жаман аурумен ауырып жатсыз, сондықтан сізге ем алу керек, операция жасау керек дейді. Сол кезде ол қатты ашуланып: есікті шығыңдар бөлмеден деп айғайлайды. Қатты айғайлаған соншалық алдындағы дастарханды теуіп құлатады. Сол кезде барлығы шығып кетеді, ал Бахар болса кіріп оны құшақтай жөнеледі. Қойыңыз болды деп оны сабыр сақтап, құшақтап, екеуі шамалы жылап алады. Одан кейін Бахар мен Жихан екеуі шатырдың үстіне мініп, таза ауа жұтып тұрады. Ал Жихан мырза болса, ол ана коляскада отырады. Екеуі әңгіме айтып, шамалы жылайды. Дәл сол уақытта бағанағы андай тілшілер оны сырттан видеоға түсіріп, желіге, телевизорға салып жібереді. Де Бахар оны көріп қояды, Жихан мырза. Сол кезде ана Бахар деген кінәлі, Бахарды табыңдар деп жатқан кезде бағанағы Жихан мырза жүрегі ауырып, талып құлап қалады.
сол кезде Чихан мырзаның жүрегі соқпай қалады. Оны кәдімгіден токпен ұрады ғой жүрегін, сонымен 100 вольт деп айтады, сол 100 вольтпен ұрады. Бахар оны дайындап отырады, ал ана Селен деген кісі қыз оны андай ұрады. Ол кезде несі жүрегі соқпайды. Сосын тағы да 100 ұрады, одан 200 ұрады, тағы 200 ұрады, сөйтіп сонда да жүрегі соқпайды. Сол кезде осы Бахар бұлай болмайды деп барады да өзі қолмен ана кісінің денесін қатты неғылып, денесі жүрегімен қолмен жүрегін соққызады, жүрегін соғады. Одан кейін бағанағы Бахар дәл өзінің қолындағы браслет бар емес пе, күйеуі сыйлаған, Тимур сыйлаған, сол дәл браслеттің екіншісін осы кімнің қолынан, Ренгеннің қолынан көріп қалады да, өзі андай кімнің, өзі бағанағы Чиханның жүрегін андай неғып жатқан кезде оның қолын тоғырып артқа қарай құлап кетеді. Сол кезде осы Тимур қасындағы Ренгеннің өзін итеріп жіберіп, Бахар деп жүгіріп барып Бахарды көтеріп не болды саған деп Бахарға көмектеседі. Оның қасына бағанағы Эврен деген дәрігер бар. Осылардың барлығын, осы Бахардың қасынан айналасынан шықпай, барлығы осы кімнің бәрі жүгіріп кетеді Бахардың артынан. Өзінің ұлы бар. Сол жердегі әрине бұл кезде ешқайсысы білмейді ғой, біреуі Бахардың ұлы екені, біреуі күйеуі екенін. Барлығы таңғалып қарап қалады. Дәл сол сәтте кино аяқталады. Келесі бөлімі қызықтырса, менің каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар.